Ассалаумағалейкум достар, амансыздар ма? Бүгін мынау қозғайында отырған тақырыбымыз енді мына әртүрлі жағдайларда көп еркектердің 80-90%-інде кездесетін жағдай, яғни тез бітіремін. Неге тез бітіремін? Ал енді осының қарама-қарсы жағында болған оқиға бар бізде. Мен керісінше жыныстық қатынас болғанда мен өзімнің эякуляциямды, яғни эякулятымды шығара алмаймын. Ұзақ уақыт боламын, өзім ләззат ала алмаймын дейді ер бала. Осыған тоқталып кететін болсақ, менің осы қабылдауымда болды осындай жағдай. Бір емес бірнеше жігіттер келді. Мынау жыныстық қатынас болады бізде, бірақ менде ешқандай желание жоқ дейміз ба, болмаса ләззат ала алмаймын дейді. Өйткені эякулят шықпайды. Енді осыған кететін болсақ, бұл көп жағдайларда біздің мынау ғылыми тұрғыда дәлелденген жағдайлар бар. Ас бермей, яғни эякуляттың шықпауы бірінші себеп болып табылады. Яғни ұрық өзігінен бөлінбеу. Жыныс қатынас болады, эякуляция біткен сияқты болуы мүмкін, бірақ ұрық бөлінбейді. Ал енді бұл жердегі қозғалатын мәселе басқаша болып тұр. Мынау көп жағдайда біздің видеороликтеріміз бар. Осы мастурбация, порнозависимость деген сияқты видеоролик шығарған болатынбыз. Осының мынау асқынуы деп айтсақ бола ма, осыған тәуелділік деп айтсақ бола ма, бір жағдайлар болған. Бір пациентімізде болады, мынандай үйленген 6 ай болған. Әйел әлі екіқабат емес, көтермеген. Осы үйленгеннен бері оның алдында болуы мүмкін, ұрық шықпайды мүлдем. Бірақ ол жігітті біз анализге жібердік, спермограмма анализі жібереміз. Спермограммасы тапсырады, бірақ эякулят бөлінеді. Бірақ спермасының сапасы қалыпты 98% көрсетіп тұр. Ешқандай кінәрат жоқ ұрық сапасында. Бірақ осы жағдайлар ол жігітті мазалап жатыр. Осының шешімін тауып берсеңіз, осы жағдай неге осындай менде болып жатыр дейді. Енді осының себебіне келетін болсақ, не себепті ондай жағдай болуы мүмкін? Ең бірінші себеп бұл психогенді, яғни әсер етуі мүмкін. Орталық жүйке жүйесінің тежелуі болуы мүмкін, депрессиядан кейін болуы мүмкін, стресстен кейін болуы мүмкін. Осы психогендік әсер етуіне байланысты. Екінші себепке келетін болсақ, көп жағдайларда мынау ер балалардың арасында осы мастурбацияның жиі болуы, сонымен қатар соған әдеттіліктің қалып кетуі, яғни порноға, болмаса жыныс мастурбацияға осы үйреншікті болу. Яғни әйелге қызығушылық төмендеуі мүмкін, бірақ өз-өзін анонизм дейміз ба, қанағаттандырған кезде эякуляцияның бөлуі. Бұл әрине мимен тікелей байланысты, ми орталығымен. Біздің барлығымызды осы гипофиз бен гипоталамус орталығы басқарып отыр. Соған байланысты осындай жағдайлар кездеседі. Енді үшінші себебіне келетін болсақ, бұл мысалы депрессиядан шығу мақсатында, стресстен шығу мақсатында антидепрессанттық препараттарды қабылдау. Сонымен қатар психотропты препараттарды қабылдаудың әсері, наркотикалық заттарды көп қабылдаудың әсерінен де болады. Өйткені оның әсері көп жағдайларда орталық жүйке жүйесіне тікелей әсер еткендіктен, мысалы айтатын болсақ, жыныс қатынастың уақыты ұзап кетеді. Егер алкоголь ішкен жігіттердің арасында, болмаса наркотиктің қабылдағаннан кейін мысалы эякуляция ұзақ болады, мысалы бітіре алмай жатады. Оның былай айтқан кезде орталық жүйке жүйесінің тікелей байланысы бар. Осы себепке байланысты осы жігіттің оқиғасы менің толғантты. Өйткені оның алдында да бір жігіт болған, эякуляцияның тез шығып кетуіне байланысты біз оны психиатрға жіберген болатын. Психотропты препараттарды қабылдағаннан кейін, 1 апта, 2 апта өткеннен кейін бұл жігітте сондай шағым пайда болды. Эякуляция бөлінбейді, менде ұрық шықпайды. Бірақ өзім қиналып кетемін дейді мысалы. Соған байланысты да бұл жағдайларды тікелей орталық жүйке жүйесімен байланысты деп отырмын. Енді бұдан шығу шешім ең алдымен. Әрине бірінші порнозависимость, мастурбация дейді ерлердің арасында, балалардың, жасөспірімдердің әсіресе кездесетін жағдай, осыдан арылу керек. Өйткені ол зависимость болғаннан кейін ертең үйленген кезде қиындық туындатуы мүмкін. Отбасылардың арасында болады, үйленген отбасылардың арасында әйелдер шағым жатады. Өз-өзін қанағаттандырып, өз ләззатын өзі алып жатыр дейді мысалы. Оны көремін, мен қынжыламын дейді. Әрине бұл ауыр отбасылар үшін ауыр жағдай. Екінші, әртүрлі психотропты препараттарды қабылдауды қою керек. Наркотик, крепкий алкоголь дейміз ба, сонымен қатар әртүрлі мысалы антидепрессанттарды көп қабылдауға болмайды. Оның әсері осы жағдайға алып барады. Енді бұдан шығу жолдары. Енді бұның шығу жолдарына келетін болсақ, әрине бірінші біз миымызды тынықтыруымыз керек. Таза ауаға шығу, қыдыру, тауға шығу,
серуендеу дейміз. Өйткені адам серуендеген кезде таулы жерге шыққан кезде мына оттегінің жаңағы миға келуі жақсарады екен. Өйткені біз қала жерде тұрамыз, көбіміз оттегі бізге жеткіліксіз, соған байланысты таза ауаға жиі шығып тұру керек. Сонымен қатар мына ойымызды мына түйіндеуіміз керек. Мысалы, проблеманы ұмыту керек. Мысалы, жұмыстағы проблеманы үйге әкелмей, мысалы, сол жерде шешіп тастауға тырысу керек. Өйткені біздің мына миымыз уақытылы ұйықтау керек. Осы ұйықтаған кезде, мысалы, көгілдір экран дейміз ба, мына телефон, гаджет, телевизор сияқты құрылғыларды алыс қою керек. Ұйықтардың алдына 2 сағат, 1,5 сағат негізі қойып, сол кезде ұйықтау керек. Өйткені біздің миымыздың өзіміз ұйықтағанымызбен миымыз ұйықтамайды екен. Яғни бізде возбуждение жүреді. Соның барлығы біздің мына орталық жүйесіне тікелей әсер етеді. Сол себепті осы асқынулардың негізгі себептері осы болып табылады. Олай болса, достар, біздің видеомызға астына лайк басып, өзіңіздің пікіріңізді қалдырыңыз. Сіздің ағзаңызда осындай проблема болып жүргендер болатын болса, әрине біздің онлайн түрде және офлайн түрде қабылдауымыз бар. Аса телефон нөмірді қалдырып кетеміз, хабарласып келсеңіздер болады. Сау саламатта болыңыздар.